сендер ыстықтап тұрсыңдар, мен міне салқындап тұрмын. Кім мына жерде түйе ұстайтын кім? Сендер ме? Ассалаумағалейкум. Қанша түйеңіз бар? 6-7 бар. Мынау сол біздің баздағы үйіміз. Күн нұры, күннен энергия алады. Теледидар көресіздер ме? Жоқ, көрмейміз. Кішкентай трактор, бірақ табысы жоғары дейді бұның. Сіздер арабша жазасыздар ма? Мына жерге етті не үшін сақтап қойдыңыздар? Мұндағы қандастарымыздың балалары қайда білім алады? Қай жаққа саяхаттаймын деп отырсыздар? Қытайға барамыз сосын? Талғардан 15 соти жер алып, 2 ауыз үй салып, қойып қойғам. Ассалаумағалейкум жолаушыларым, бұл бар қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктірген жалғыз жолаушы жобасы. Көп YouTube арнаның ішінен бізді таңдап саяхат бастағалы отырған барша көрерменге тек жақсылық тілейміз. Біз шетелдегі қазақтардың өмірін көріп жүрміз, ал енді Қытайдан елге қоныс аударған қазақтардың өмірімен танысу қалды. Қандас бауырларымыздың елдегі шынайы өмірін көру үшін Алматы облысы Шелек ауылына жол жүріп бара жатырмыз. Жолда көріп қалдым. Bir жақ қарай бет алып бара жатыр екенсіз. Мына трактормен жүк түйіп алыпсыз. Қайда бара жатырсыз? Соны бір кісінің үйіне апарайын деген ғой, доставка ғой. Қытайдың тракторы ма бұл? Иә, Қытайдікі. Бұлар новыйлары 1 миллион тұрады. Себебін өзіміз жасап алғанбыз ғой, қолда. Кішкентай трактор, бірақ табысы жоғары дейді бұның. Күніне 20-30 мың табамыз ғой. Кейде одан да көп болып қалады. Жұмыс жоқ деп жатқанша емгек қылу керек қой, мысалы. Емгек қылсаң бәрі болады. Мен айдағалда уже 10 жылдан асты бұл. Бұл трактордың құнын 1 айда шығаруға бола ма? 1-2 айда істесең табасың ғой 1-2 мың. Кім мына жерде түйе ұстайтын кім? Сендер ме? Ассалаумағалейкум. 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 Сендер түйе ұстайсыңдар ма? Біз сендерге келдік қой. Үйде кім бар? Үйде тәтем бар. Тәтем бар ма? Мына киіз үйде қонасыңдар ма? Зат қоюға, заттар ішінде. Тәтең қайда? Тәтем үйде. Тәте! Тәте! Қонақтар келіп тұр. Кел. Тәтең Тәтең өзі ма? Сәлем, тәтесі. Қалай? Жақсы. Үйдегілер қайда? Үйдегілер қалай еткен. Қазақстанның барлық жерін аралап шықтым ғой. Мәссаған. Болат Назарбаевтың да малын бақтым, тоқтам жасап. 250 мыңға малы бар, 7 отар қой. 7-еуінде оралмандар бағады. Қазақстанның бүкіл жерінде болыпсыз. Ең ұнаған жері қайсысы? Немене ғой? Талғар. Талғар? Талғарға жетер жер жоқ бекен? Талғардан 15 соти жер алып, 2 ауыз үй салып, қойып қойғам. 2 үй бар. Мен өзім 73-ге келдім. Аттың жақсыларымен жүрем, аттың үстінде. Әзір сендер ыстықтап тұрсыңдар, мен міне салқындап тұрмын. Өзің көңілің идеяңнан болады. Идеяң дұрыс болса, денің сау болады. Мен мына итімді де түсіріп қой. Иә, міндетті түрде түсірем. Күжік. Неліктен түйе ұстап жүрсіз? Мына жақта байқаймын, түйе аз екен. Бұл жерде сол түйе ұстағанымыз енді, мен сол арғы жақтан келдім, былтыр 3-ші айда келгем. Сіз былтыр келдіңіз бе? Былтыр 3-ші айда келдім. Ал інім одан бұрын келген. 15 жылдай болған. Інім ұстаған екен. Ол түйе мыналар нар. Екеу екі түрін аста ғой. Ана түйе деген ол әлгі екі өркөшті ғой. Мынау сол нар бір өркөштіш.
Мына аға жеңгемді қараңыздаршы. Нардың екі жағына тұрып, осылай сауып жатыр. Мына жеңгем бізге әрқашан көмектесіп отырасыз ба? Көмектесіп отырам. Андай әйелдің жұмысы, ердің жұмысы деп Бөлінбейді. бөлмейсіз. Бөлмейміз. Сау десе сауасыз, А, жу десе жуасыз. солай. Күнде 5 уақыт сауамыз. Қанша түйе сауасыздар? 5, 5 түйе. 5-6 болды ма? бүгін мен Мынау туғанмен мына 6 алтау болады. Қанша түйеңіз бар? 67 тұяқ бар. 60 қаншадай тұяқ. 67 ғой. Жолаушыларым, қараңыздар. Жаңа ғана туған бота осындай болады екен. Кейбір жігіттер өздерінің қыздарын ботам деп еркелетіп жатады ғой. Міне ботаның түрі осындай. Көріп жатырмыз. Ана жақта жүздеген қойларыңыз бар екен. Мына жақта қанша түйелеріңіз бар. Осы ырыс дәулеттің барлығын қалай жинадыңыздар? Мінезін қалыпты болу керек. Тұрақты. Тұрақты болу керек. Сосын Сонда ғана енді баяшатты бола ма деп ойлаймын. Мынау сол біздің баздағы үйіміз. Негізінен мынау ғой сол әлгі күн нұры, күннен энергия алады. Үйге негізінен себет қой, себет болып жанып үйге не қылады. Былтыр күзде салып, былтыр ғана кірдік қой бұл үйге негізінен. Іші ғой әлі ағармады. Қыстың күні от жағатын неміз ғой. Пешіміз мынау әлгі. Үйді жылтатын, мына жақ демалатын орнымыз, тамақ ішеміз, демаламыз. Мына бақташы аға бар, барықтыңыз осы жақта қонасыздар ма? Осы жерде бәріміз бір үйде жатамыз. Мынау сол бағана күннен энергия алып жатыр ғой, мінекейші мынау. Сонымен мына біреумен қысық қоямыз, мына біреумен жетенге мынау жанады ғой, негізінен себет болып. Теледидар көресіздер ме? Жоқ, көрмейміз. Құралай ханым, мына мопедіңіз керемет екен. Рахмет. Қайдан келіп жатырсыз? Мен жұмыстан үйге кетіп бардым. Жұмысқа осымен қатынайсыз? Иә. Бала шағанды осымен алып келесіз, мына жаққа отыратын? Жоқ, отырғыза алмаймын. Ұстады 2-3 рет. Сонымен запрет қойып тастады. Балаңызды әкеле жатқан кезде тоқтатып жүрді ме әйелер? Иә. Сосын не істеді? Басында каскасы болды, бірақ болмайды деді. Баланы артына отырғызуға болмайды деді. Айыппұл салып тастады ма? Иә. Қанша теңге екен? Енді бірінші рет ескерту деді. Екінші рет 9.000-дай деді. Ой, содан бері отырғызбайсыз? Отырғызбаймын. Бензинмен емес, бұл аккумулятормен жүреді. Тоқпен ба? Аккумулятормен. Я мына жерден тоқпен зарядтаймын. Тамаша. Жасыңыз нешеде? Жасым 49-да. 49-да. Осымен жұмысқа үйге барып тұрасыз? Иә. Керемет. Ауыл тұрғындары, әйел адамдар көбінесе көлікті де жүргізеді, мотоциклді де, мопедті де жүргізе береді екен, е? Иә. Трактор жүргізетіндер бар ма араларыңызда? Білмедім ондайларды. Танымайды. Көрейік ал сіздің жүргенсіз. Құралай ханым, айтпашы, петличка. Петличкам қалып кетіпті ғой. Әйелім жаңағы 4 оқитын кішкентай балам бар. Ол 3-4-іміз семейный болып шығамыз. Сезон кезінде қазір сырттан біреу жалдайсың, қазір 10 мың ешкім істемейді. Оның орнына сен 10 мыңды өзің ал. Сен істейді отырғанымыз. Болды, келісіп, болды. Біреуге бергенше жаңа өзіміз істейік дейді. Жазда 2 болған дұрыс. Күн ыстықта давлениесі көтеріледі, желдің қысымы. Рахмет аға. Қанша болады бағасы? Болды. Аға айтсыншы. Қанша бағасы? Болды. Айтсаңызшы аға. 100 теңге болады. Әр нәрсеге тұрақтылық керек. Тұрақты болған кезде ғана сен жетістікке жете аласың. Мынаны 1-2 жыл, 3 жыл істеп, оны жаңа тастасаң, мысалы, одан нәтиже шықпайды. Оған уақыт керек, уақытқа шыдау керек. Біз жаңа қазақтар тез байығымыз келеді. Бірдеме жасасақ, тез көтерілгіміз келеді. Ол ондай болмайды. Содан кейін тастайды да, екіншісінде секіреді, ол уақыт өтіп жатыр ол жерде. Қыста ғой көп ауырғамыз жоқ қой. Тұмау сырқауда болған жоқ, өйткені мынау әлгі кең енді дала болғаннан кейін негізінен ауасы кең таза ғой. Таза болғаннан кейін көп тұмау бірдеме тимейді екен бұл жерденші. Өзіңізді қалай күтесіз? Мен ғой енді күтетінде енді ары бері шыққандан ауылға барғанда біраз енді не қылам, бірақ енді бұл жерде ғой көп өзіме ғой көп қарай алмаймын. Жеңгеміздің
әзірлеген шұбатының дәмін көрейік. Бисмилля. Мынау енді мына ыстық ауа райында шөлді қандыратын таптырмас сусын екен. Дәмдеген қол аяғын сәт көрмесін. Шуат ішпек түгіл түйенді бірінші кез көрдік бүгін. Бұрын түйені тек қана зоопаркта көретінбіз. Күшті екен. Бақа, қайда кетіп бара жатсың? Қайда? Бала сағынды, дәрет қысты. Сіздер арабша жазасыздар ма? Біз ба арабша жазамыз. Мына жазу ғой. Төте жазу ма бұл? Төте жазу. Негізі қазақтар баяғыда төте жазумен жазған екен ғой. Бұрын осылай оқығанбыз біз енді. Қазір осы арабты ғана оқимыз ғой, басқаны білмейміз. Қазір не деп сақтап қойдыңыз мені? Санат деп. Санат. Қызанақтарыңыз түйін тастап қойыпты ғой, Жаңадан тастап жатыр. Біз кішкене жайырақ егіп қалдық. Биыл әлгі көктем жай шықты ғой. Түсіндіре алмайды екем көбінесе. Мен қарағанға ғана не қылам да көбінесе. Айта беріңіз, жақсы түсіндіріп жатырсыз. Қазір міне мамыр айы. Тұрсынай әпкеміздің Берге, мен мынауыңды алшы. қызанағы қияр. Қойшы, мен мына сөйлей алмайды екен. Ассалаумағалейкум аға. Тұқырсын алдағы жер сөйтіп шығып жүрсе ұят қой анау. Арам пұтағы болады, арам пұтағын аламыз арасында мындай. Килограмм қаншадан сатып жатсыздар? Әзір мынаның көктемде ертарақ болғанда 600 теңге, 700 теңгеден өтеді екен. Біз әзір 350 теңгеден, 300 теңгеден өткізіп жатырмыз. Әзір 30 килограмм бар. Күніне таңертең апарып келеді. Күніне 30 келі шыға ма? Шығады. Жылына 2 рет егесіздер ме сонда? 2 рет екпейміз. Осы сол 11-ші айды болдырады осы. 11-ші айға дейін өсіп 11-ші айға дейін жеміс береді. Енді мына жақты ексек, бұл енді кішкене мынау сатылымы тоқтай бастағанда анау арғы жалғасады. Біз арғы беттен келдік. Осы жерді алдық дағы осы менен. Көрейік ішіне. Көріңіз. Сіз де кіріңіз. Қытайдан келдіңіздер ғой, сіздер? Қытайдан келдік. Қытайдың қай жерінен болдыңыздар? Құлжадан болдық. Құлжаның өзінен бе? Құлжаның өзінен. Міне тамшылатып суару әдісін қолданады екен. Неге бұлай? Бір жағы суға дейкінің, бір жағы өзінің несі, не осы тамшылату дұрыс қой. 2 күнде, 3 күнде бір тамшылатамыз. Қиярлар мамыр айы пісіп қойған. Нәрлі екен. Тәп-тәтті бар ғой. Соңғы рет мұндай қызанақты мен Қырғызстанда жегем. Қиярдың дәмін көрем десеңіздер хабарласыңыздар. Тұрсынай әпкеміз өз қолымен теріп, салып жібереді. Солай ғой? Иә. Мына жерге етті не үшін сақтап қойдыңыздар? Мына енді кішкене сорғытып барып, холодникке сақ қоямыз. Не кезінде сасақ, жас кезінде кішкене. Тоңылап оның ішінде ше, дәмі кетіп қалады екен. Сондықтан өстіп кішкене сүрлеп қойып сасақ, жақсы. Дәмді бола ма? Дәмді болады. Ал енді достар, ең қызығы мұндағы қандастарымыздың балалары қайда білім алады? Бірге көрейік. Әбдуәли Қайдар атындағы қазақ орта мектебін 2024 жылы демеушілер Билайн компаниясы мен Жылы жүрек қайырымдылық қоры салып, ауылға сыйға берді. Жаласан қазір, өзің білесің не оқылатын жалма. Гүлназ, сәлем, қалайсың? Құлпырып тұрсың, әдемі болып. Рахмет. Бүгін соңғы қоңырау. Қобалжып тұрсың ба? Иә. Құттықтаймын. Сабақты қалай бітірдің? Нормально. Ұнады ма? Иә, ұнады. Құдай қаласа келесі жылы подкурс оқып, ОБТ тапсырып, Астанаға түскім келеді. Еуразия ұлттық Иә, Еуразияға саған түскім келеді. Жайлы мектеп, сосын барлығы американский стильде жасалған, былай өте әдемі мектеп, сырты да іші де үлкен мектеп та. Сосын оқу жағынан да мұғалімдер де барлығы жақсы деп ойлаймын. Гүлназ өте ақ көңіл, достарына шыншыл, мейірімді, көңіліміз жоқ кезде осы қыз көтереді, негізі күшті. Сабақ басталғаннан бері осылармен араласып келе жатырмын. Класстағыларымның бәрі менде жақсы. Байлап берші.
Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Сәлем балалар. Қалдарың қалай? Соңғы қоңырауға неге қатыспайсыздар? Ал сіздерде сабақ болып жатыр ма? Кішіне кірсек бола ма сіздерге? Нешінші? 101-ші? Біз сын сағатын өтіп жатырмыз балалармен. 3 ай демалыста біз не істейміз, уақытымызды қалай пайдалы өткізуімізге болатыны туралы ақылдасып жатырмыз. Қандай кеңес беріп жатырсыз? Ағылшын тілімен нишқа дайындыққа дайындалыңыздар деген кеңес беріп отырмын. Бізде ұлттық нақыш өте жақсы сақталған, өйткені қоңыраудың өзінде 5 минутта бізде күй ойнайды, және жұма күні бізде ұлттық киім күні, оқушылар міндетті түрде қазақша киімде келу керек. Балалардың жеке өзінің заттарын сақтайтын қоймасы бар екен. Кілттері әрбір баланың өзінде болады. Кез келген мекеменің дәретханасына қарап, оның қандай екенін аңғаруға болады. Су келіп тұр. Суық су барлығы бар. Мына жақты көрейік. Мінекей кіші дәрет сындыратын жер. Мына жақта үлкен дәрет. Мына жақта үлкен дәрет сындыратын жер бар екен. Таза, жаңа, сапалы, көрікті және материалдық техникалық базасы өте жақсы дамыған. Шелек ауылының мектебінде оқығым келіп кетті ғой. Мұнда айтпақшыдан қараңыздар. Таза су ішетін жер бар екен. Істеп тұр. Мектеп оқушыларының оқитын кітаптарын қараңыздар. Джефф Безос және Амазон дәуірі дейді. Мемлекеттер неге дамымай қалды? Және менің сүйікті кітабым YouTube. Артық кітаппен шығып бара жатсам, мына жерден шиқылдай ма? Кітап ұрлауға болмайды дейсіз ғой. Ал жолаушыларым, мына жерге көп жиналған екенсіздер. Сіздерге басты дүниені айтқым келеді. Ол осы видеоның астына пікір жазып, лайк басып, және достарыңызға тарату. Рахмет. Сау болыңыздар. Мектептің түскі асымен де танысып жатырмыз. Келіңіздер көрейік, түскі асқа не беріледі екен. Каркаде және шұжық пен макарон. Одан кейін орам жапырақ салаты және нан, сосын қасық. Бүкіл оқушыларға тамақ бересіздер ма? Барлығына? Тегін? Байқасаңыздар, ту, елтаңба, әнұранмен бір деңгейде Димаш атамыздың да суретін қойып қойған екен. Маған қатты бір ұнағаны, бұл жақта қандас оқушыларымызға барлық жағдай жасайды. Олардың бейімделіп кетуіне, дос табуына, мына өмірге сіңісіп кетуіне арнайы ұстаздар уақытын бөліп, қосымша пәндер, сабақтар өткізіп, психологиялық жұмыстар атқарады екен. Қай жаққа саяхаттаймын деп отырсыздар? Қытайға барамыз, сосын Таиландқа? Қуаныш, бізде Таиландқа бар екен. Өзбекстанға барамыз дейді. Сосын Алматыға, Көлсайға барамыз, Астанаға барамыз. Қай жаққа барамыз? Қытайға барамыз. Қытайға кімге барамыз, Ақерке? Тұстарға барасыз ба? Жақсы. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, қаншама шәкірттің талабын ашып, осындай әдемі мектеп салып берген Билайн компаниясы Жылы жүрек қоры. Билайнның жарнамасы айтылады ғой, жарқын жақта өмір сүр деп. Жарқын жақ ол білімге ұмтылған жақ. Рахмет. Уағалейкум ассалам.